Итак, ребята, сегодня мы на уроке говорили о таких вот хороших моментах жизни. Я бы хотела вам дать домашнее задание, чтобы вы дома подумали внимательно и сняли видео про людей, которые вас вдохновляют. Так, спасибо за урок. Кім туралы түсірсем екен? Қарлығаш апай туралы. Ағай, кешіріңіз кірсем болады? Кез. Ағай, сіз маған Қарлығаш апай туралы бір ауыз сөз айта аласыз ба? Жақсы. Так, ребят, давайте сейчас мы начнем, наверное, проверку домашних заданий, да? Кто готов? Кто хочет быть первым? Можно я? Пожалуйста, Наргиз. Проходи. Давайте посмотрим, что же приготовила нам Наргиз. Мен Тажигулова Қарлығаш. Қызылорда қаласында дүниеге келдім. Әкем жоғары оқу орнында мұғалім, анам инженер. Өзім болса қазақ тілі лицейінің түлегімін. Сынып жетекшіміз Абдулкерем ағайдың арқасында мұғалім болғым келді. Сүйікті пәнім математика. Математиканы терең меңгеру үшін әртүрлі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Қазіргі таңда математика мұғалімімін және дұрыс таңдау жасадым деп ойлаймын. Қарлығаш апайдың сабақтары өте көрнекілікке толы, бай, дәстүрлі сабақтарды дәстүрлі емес, әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың осы оқуға деген, математикаға деген қызығушылықтарын арттырып, өте керемет өткізеді. Қарлығаш апайдың сабағы несімен ерекше? Қарлығаш апайдың сабағы өте қызықты өтеді деп айта аламын. Сабаққа байланысты көптеген видеоларды көреміз, ойын ойнаймыз, есепте шығарамыз. Геометрия сабағында біз түрлі қызықты логикалық есептер шығарамыз және де билейміз. Геометрия сабақтары өте қызықты өтеді және де Қарлығаш апай өзінің орындаған тапсырмаларға және де үй жұмыстарына өзінің жеке мөрін қояды. Қарлығаш апайдың сабақтарын өте қызықты өтеді, себебі біз оның сабақтарында көптеген ойындар ойнаймыз. Қарлығаш апайдың сабағы өте қызықты өтеді. Біз тақырыпқа байланысты түрлі суреттер саламыз. Сабақтың соңында Қарлығаш апай бізге смайликтер береді. Наргиз, очень замечательное видео просто супер. Я действительно вижу, и твои одноклассники, вы действительно вдохновились твоим видео, и мы считаем, что ты сделала правильный выбор. Рахмет.